Узган елда біздің программада Башқұртстаннан бір Ильяс Кенягулов деген жігіт бар ия. Біз аны үйлендірдік узган ел. Үйлендірдік бейт матур еттіріп, 3 айдан малайы туды. Аше шақ қаттық. Ол башқұртларлықы бек тез екен. Юксізге қызық, біз бет бірімізді сезмедік те, шекленмедік те. Келді де, Елсе апа менің малай барды, мен де қайтып кетем, енді Башқұртстанға дей. Қатынын отыртты, малайын отыртты да қайтты да кетті. Шынан соң мен кастинг ясадым. 100-ден артық жігітлер қызлар арасынан сайладым. Башқұртстаннан, Оренбург өлкесінен, Төбе Новгородтан, Ульяновскийден бик көп жігітлер қызлар. Мен айтам бір матурган ақылықлы татар жігіті болсын деген ем таптым. Міне Мәдениет һәм сәнгать университетінің 3-ші бөлігінде оқи. Әлі 1000-ші меңа кадар сәхнеге шыққаны юғы. Нұршап бит, Фәнзил Шарифуллин, менеке. Таптым бит. Сөз оңайынан менің әйтәсі келе. Қаршығызда юғары профессионал дәрежедегі тірі музыкантлар ішлейлер, һәм тірі тауыш бүтәнше болырға мүмкін түгіл. Мұнда Фәнзил ойнай. Мұнда сіз қол чабасыз, мен дегенде күлмәкні салып бәрдім, күлмәк алыштырам бүтінде ачу келе. Потому что мен 3 күлмәк кейіп, неше жыр-жырладым, мен олай қол чапқан кіші болмады. Шығу білен. Не надо, бая шабырғай. Не надо. Неге шылай екенін де білем жамаға. Чүнки гармон тауышы өзінікін ете, құрай тауышы өзінікін ете. Міне мұнда, Серег, сейчас вообще нету, короче, поем. Yok, бүгін гіне шушылай ішлейбіз, ертегеден нормальный концертлар қоя башлайбыз, ебі? Бүгін для души и от души, хорошо? Жайларда тоғынан просто аккорд білен гіне башла. Жамағат, мен өзім башлап қарайым бір жер, сөзлерін білсәгіз, мен қошылып жырларсыз әлі. И сен тоже, ебі? Как умеешь, сен гіне. Кеттік?